Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге турецкий смиттің рецептісін көрсеткім келіп отыр. Бұл смиттің ерекшелігі үйдегі бар қарапайым қолжетімді құрамдардан жасалынады. Дайын болған қамырымды екі бөлікке бөліп, осылай қолымның көмегімен ұзыншалап алып, дәл видеодағыдай осылай орап шығамын. Осы дәл видеодағыдай етіп, барлық смиттарымды осылай дайындап аламын. Ендігі кезекте бетіне жағатын кунжутты үздіксіз араластырып отыру арқылы қызып тұрған табаға қызартып қуырып аламын. Смиттарды мұздай суға батырып аламыз да, одан соң дайындап алған кунжутқа бір батырып алып, сосын табамызға саламыз. Менің видеоларым пайдалы болып жатырса, төменге пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Ал егерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 200 градуста 30 минут пісіп шығады. Міне біздің смиттарымыз дайын, өте тез әрі үйдегі қолжетімді заттардан жасалынады.